Молсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күніне 18 тоннадан астам сүт өндіруге қауқарлы. Серіктестік 2011 жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында несиеге шетелден арнайы қондырғылар сатып алған. Бүгінгі күні соның жемісін көруде. Зауыт сүт өнімдерінің 17 түрін дайындайды. Тауар болса солтүстік, шығыс Қазақстан мен Ақмола, Қостанай, Семей облыстарына жөнелтіледі. 1991 жылы құрылған мекемеде қазір 120-дан астам адам еңбек етеді. Ал шикізатты негізінен фермерлерден сатып алады. Ол мына зертханада тексеріліп сұрыпталады. Нысанның тыныс тіршілігімен танысқан соң министр ұжыммен кездесті. Хорошее чистое производство. Серіктестіктеріңіздің жай-күйімен таныстым. Алға басып келе жатқан кәсіпорындардың қатарында таза әрі сапалы өнім шығарады. Сұраныс та бар. Ең бастысы бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында несие алып, оның шарапатын көріп отырсыздар. Шаруашылықтарыңызды одан әрі ұлғайтамын десеңіздер, тағы қаражат алуларыңызға болады. Серіктестік заманауи қондырғылармен жарақтандырылған. Ол үшін кәсіпорын жеке қоржынынан да қаржы жұмсаған. Благодаря этому кредиту мы смогли. Мемлекеттен алған несиені тиімді пайдаланып жатырмыз. Оның үстіне жеке қазынадан 50 миллион шығардық. Бұл қызметкерлердің жалақысының өсуіне сапалы өнім шығаруға мүмкіндік берді. По приезду в Астану рассказать о вас своему коллеге, министру индустрии новых технологий. Несиені қайтаруда сіздерде еш проблема жоқ. Кәсіпорынның бүгінгі жағдайын индустрия және жаңа технологиялар министріне жеткіземін. Бәрі ойдағыдай болып жатса, кәсіпорынды ұлғайта аласыздар. Ол үшін мемлекет тарапынан қолдау болады. Жиын барысында министрге газ мәселесі жөнінде біршама сұрақтар түсті. Бескөл елді мекеніндегі тұрғындар бүгінде отын ретінде көмірді пайдалануда. Бұл экологияға да зиян. Мы понимаем, что газ это... Көгілдір отынды тарту үшін газ құбырын орнатуымыз қажет. Ол үшін қомақты қаражат керек. Біз қазір бұл мәселені қарастырып жатырмыз. Алдағы уақытта бұл шешімін табады. К нам приезжала группа проектантов. Осы мәселе бойынша бізге жоба жасаушылар келді. Қазір газ құбыры өтетін учаскені анықтап жатырмыз. Көгілдір отын Қостанайдан Астанаға тартылады. Яғни Бескөл ауылына да міндетті түрде беріледі деген сөз. Зауыт қоқысты Петропавл қалалық қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына апарып төгеді. Арасы 20 шақырымнан асады. Ол үшін уақыт, техника қажет. Облыс әкімі бұл мәселені шешуді қарастыруды ұсынды. Если переработка придет на городской полигон, Қалдықты қайта өңдейтін кәсіпорынның болғаны дұрыс. Бескөлдегі қоқыс полигоны осы зауыттың сыртында. Басқа орын жоқ. Осы мәселемен айналысу үшін теріскеге бірнеше инвесторлар келген болатын. Жоспар жүзеге асса, біз шикізатты саудалай аламыз. Бұл экологияға да пайда. Осы проблеманы шешуде инвестиция болса қолдау танытып, бізге жіберу жолдарын қарастырсаңыздар жақсы болар еді. Нұрлан Қапаров бұл мәселені қойын дәптеріне түртіп алып, алдағы уақытта қаралатындығын жеткізді. Самат Қайырденұлы, Орал Әміренов, ақпарат.